Үш себетте алмалар бар дейді. Бірінші себеттегі алма саны екінші себеттегіден 3-ке кем, ал үшінші себеттегіден 2 есе кем. Егер үш себетте барлығы 27 алма бар болса, онда екінші себетте қанша алма бар? Біз тапсырманы бір рет оқып шықтық. Жалпы бейнемен танысу үшін, бірінші біз танысу немесе түсіну дедік. Одан кейін айнымалы енгіземіз. Әдетте x деп аламыз айнымалыны. Одан кейін теңдеу құрамыз, сол x-ке байланысты. Сол құрған теңдеуді шешеміз. Ең соңында табылған x-тің мәнін қажет болған сұралып жатқан нәрсенің орнына қойып, сол сұраққа жауап береміз. Ал енді біз жалпы бірінші рет оқып шыққан кезде бұл мәтінне нені түсіндік? Бізде 3 себет бар екен және 3 себетте алмалар бар екен түсіндік. Нақты сандарына көңіл бөлмей бір рет оқып шықтық. Ал енді түсініп оқиық. Бұл дегеніңіз алғашқы түсінікті болған шартқа дейін оқу. Мысалы, біз тапсырманы оқып жатқан кезде 3 себетте алмалар бар екен түсіндік. Бірінші себеттегі алма саны екінші себеттегіден 3-ке кем дейді. Демек, бірінші және екінші себетті қарайтын болсаңыз, олар екеуі тең емес. Бірінші себетте екіншіден 3-ке кем, 3 алма кем деп тұр. Қараңызшы, мына азы болған бірінші себет қой, осыдан басталғандықтан біз кем деп айтамыз. Ал егер бұл сөйлем мына екінші себеттен басталғанда, онда екінші себеттегі алмалар саны бірінші себеттегіден 3-ке артық дейтін еді. Жалпы артық кем бұл екеуінің арасындағы айырмашылықты ғана көрсетеді. Егер біз айнымалыны осы жерде енгізетін болсақ, онда кішісі бірінші себетте біз оны x деп алатын едік. Бірақ біз 3 себет бар екен білеміз, сондықтан үшінші себеттегі алмалар санына қарай арғылай оқиық. Ал дейді, үшінші себеттегіден 2 есе кем. Қайсысы үшінші себеттегіден 2 есе кем? Мына бірінші себеттегі алмалар. Бірінші себеттегі алма екінші себеттегіден 3-ке кем, ал үшінші себеттегіден 2 есе кем. Олай болса, біз ең азы қай себеттегі алмалар болса, соларды x деп белгілейміз. Бірінші себеттегі алмалар ең аз. Сондықтан біз айнымалы енгізгенде, мына бірінші себеттегі алмаларды x деп белгілейік. Мынау бізде x болсын. Ал екінші себеттегіден бұл x-іміз 3-ке кем. Демек, екінші себеттегі алмалар саны бұдан 3-ке артық. Олай болса, бұл x-ке 3-ті қосамыз да x қосу 3 дейміз. Бұл екінші себеттегі алмалар саны. Бірінші себеттегі x мынадан 3-ке кем, ал мынау екінші себеттегілер бұдан 3-ке артық. Енді үшінші себеттегіден 2 есе кем. Мына бірінші себеттегі алмалар үшінші себеттегі алмалардан 2 есе кем. Демек, үшінші себеттегі алмалар бірінші себеттегі алмалардан 2 есе артық деп айтсақ болады. Олай болса, мынау x болса 2 есе артық, біз бұл x-ті 2-ге көбейтеміз. Есе деп тұр өйткені. Сондықтан бұл 2x болады. Міне, барлық себеттегі алмаларды айнымалылармен белгілеп шықтық. Ары қарай танысуымызды жалғастырайық. Егер 3 себетте барлығы 27 алма бар болса, дейді. Қараңызшы, бізде үшінші жолымыз ол теңдеу құру. Бұл кәдімгі мына қазақша жазылған мәтінді математикалық мәтінге айналдыру, яғни теңдеуге айналдыру. 3 себетте барлығы 27 алма дейді. Барлығы десе, осы үшеуін қосып есептегенде. Яғни қосып деп тұрмын, мына 3 себеттегі алмалар санын қоссаңыз, сол кезде 27 шығады екен. 27. Олай болса, біз не істейміз? Мына айнымалыларымызды қосамыз, яғни x-ке қосамыз, x плюс 3, оған қосамыз 2x, соны теңестіреміз 27-ге. Яғни біз не істедік? Теңдеуді құрдық. Енді осы құрған теңдеуді шешуіміз керек, яғни x-тің мәнін табу керек. Сол үшін біз x-тердің барлығын теңдіктің сол жағында қалдырамыз, ал санды оң жаққа плюс 3-ті 27-ге қарай минус 3 қылып жібереміз. Енді x қосылған x 2x қосылған 2x 4x деп астына жазайық. 4x тең болады. 27-тен 3-ті азайтсақ 24 қалады. Олай болса, x-тің мәнін табу үшін 24-ті 4-ке бөлеміз. Сол кезде x тең болады 6-ға, дұрыс па? Бірақ біз x-ті таптық екен деп бірден жауап осы деп асықпауымыз керек. Өйткені мына жерде соңғы пункт қалды, орнына қою дейді. Яғни мына шыққан x-ті нені сұрап тұр, сол жерге қарап қояйық. Бізде екінші себетте қанша алма бар дейді. Екінші себетте бізде мына жерде x плюс 3 деп белгіледік. Мына x-тің мәні 6 болса, онда осы 6-ға 3-ті қосу керекпіз. 6-ға 3-ті қоссақ, екінші себетте 9 алма бар деп жауап береміз. Яғни есебіміздің жауабы 9. Бірінші себетті сұрап тұрған жоқ, үшінші себетті сұрап тұрған жоқ, бізден тек қана екінші себет сұрап тұр. Сондықтан осы 9 деп жауап береміз.